Сәлем құрметті жан, Перизат Сұлтан каналына қош келдің. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Луиза Хей, әйел даналығы кітабынан 10-шы тарау, қаржылық жағдай. Ерлер өмір бойы әйелдерге қамқорлық жасайды. Ерлердің ойынша әйелдер өздерінің кіп-кішкентай бастарын ақшаға қатысты әңгімелермен мазаламауы керек. Әкесі мен күйеуі барлығын ойластырып қойған. Бірақ осындай ойлардың кесірінен әйелдер ажырасқанда немесе жесір қалғанда қаржылай қиындыққа тап болады. Біздің кіп-кішкентай басымыз ақшаны қалай дұрыс жұмсауды да, одан да артық нәрсені үйренуге де қабілетті. Орта мектептің өзінде қыздар ұлдарға қарағанда математикадан алда. Бүгінгі таңда қыз-келіншектер банк пен инвестиция жүйелері туралы көбірек үйренулері керек. Біздің қабілетіміз бар. Әрбір қыз-келіншек қаржылай тәуелсіз болуы тиіс. Бірақ бізді мектепте де, үйде де ақша туралы өте сирек үйретеді. Бізге дүние жүзі экономикасы туралы ешкім үйретпейді. Дәстүрлі жанұяда ер азамат ақша жағына жауапты, ал әйел адам балаға, үйге жауапты. Көптеген қыз-келіншек ерлерге қарағанда ақшаны дұрыс жаратады, ал кейбір ер кісілер тамақ пісіру мен үй тазалауды жақсырақ атқарады. Сондықтан қаржыға тек ерлер ғана жауапты деу әйелдердің әрбір әрекетін қатаң бақылауда ұстаудың тағы бір әдісі. Көптеген әйелдер қаржы сөзін естігеннен ақ үрейлене бастайды. Себебі бұл жаңа тақырып. Менің ойымша біздер әйелдер ештеңе түсінбейді деген ескі түсініктен арылуымыз керек. Сан-Диего қаласында әйелдерге қаржылай білім беретін институт тұтынушылардың несие жөніндегі кеңесшісі сияқты пайда табуға негізделмеген топтар бар. Оларда оқу тегін. Көптеген колледждер мен университеттер кешкісін немесе демалыс күндері біліктілікті көтеру курстарын ұсынады. Бұндай курстар аруларымыздың ақша және инвестициямен қалай айналысу туралы білімдерін арттыруды мақсат тұтады. Бұл өз кезегінде қыз-келіншектерге сенімділік сыйлайды. Сіздің де еліңізде қолжетімді курстардың барына сенімдімін. Сондай сабақтарды іздеп табыңыз. Барлық әйелдің ақша, қаржы, инвестиция туралы түсінігі болуы керек. Сіз некеде бақытты болсаңыз да, үй шаруасындағы әйел ретінде рөліңізге қанағаттанып, бала күтімін, үй жұмысын жақсы көрсеңіз де, материалдық мәселелерден хабардар болуыңыз қажет. Құдай сақтасын. Бірақ күйеуіңіз аяқ астынан дүниеден өтсе, немесе балаларыңызбен жалғыз қалдырып тастап кетсе ше, әйелдердің қиналатын сәті міне осы. Өздері білімсіз болса, қайтпек? Сондықтан кез келген қиындықтың алдын алу үшін қазірден бастап қамдану керек. Күш білімде демекші. Кез келген жағдайға дайын болу үшін қаржы жайлы біліміңізді толықтырып отырғаныңыз жөн. Ақшаны өте аз мөлшерде жинай бастағанның өзінде байлыққа бет бұрамыз. Жинақтаған ақшамыздың көбейгенін көру тамаша іс. Қазір жиған тергеніміз келесте инвестицияға айналады. Кейін сіз ақшаңызға емес, ақшаңыз сізге жұмыс жасайды. Соңғы уақытта мына аффирмацияны қолданып жүрмін. Менің кірісім әрқашан артуда, және қайда барсам да байлыққа кенелемін. Бұл сөздерді өзім үшін жеке ережеге айналдырдым. Сіз де солай жасай аласыз. Бұл аффирмация ақша туралы түсінігіңізді өзгертпек. Жеке тәжірибеме жүгініп айтып отырмын, себебі мен шынымен де өте кедей отбасынан шыққанмын. Өмірімнің көп бөлігін ақшасыз өткіздім. Менің байлық туралы түсінігім болмады. Тек кедейліктің не екенін ғана білдім. Қазіргі жеткен байлығыма тек байлық туралы түсінігімді өзгерту арқылы жеттім. Жеке басым, өмірім, ақша туралы ойларым өзгерді. Ойым өзгергендіктен санамда, менің әлемімде өзгерді. Мен ақша тапшылығы қатты сезілген қиын қыстау жылдары дүниеге келдім. Бізде үнемі ақша жетпейтін. Ыстық су болмады, отын жарып соған тамақ пісіретінбіз. Тоңазытқыш атымен жоқ. Әкем мемлекеттік бағдарлама бойынша құрылған ұйымда жұмыс жасады. Жалақысы өте мардымсыз еді. Кішкентай дүкенде жұмыс тапқан кезімде қалай қуанғанымды көрсеңіздер. Алайда сол сәттегі менің ақша туралы түсінігім де кеңейе бастады. Қоймада, асханада жұмыс жасадым. Барлық қара жұмысты атқардым, себебі менің түсінігім бойынша осыған тұрарлықпын деп ойладым. Сол сенімдерден арылу үшін ұзақ уақытым кетті.
түсінігім кеңейе бастағаннан кейін әлемде молшылық бар екенін түсіндім. Әлем ырзық несібе бергенді ұнатады. Қолыңды сөзсаң болғаны. Тек өзіміз кейде оның сыйлықтарын қабылдауға қорқып жатамыз. Біз жетістікке жететінімізді, оған лайық екенімізді түсінбейінше, біз кедейшілікте ғұмыр кешеміз. Біздің санамыз өзгерген кезде ғана біз ғаламның сыйлықтарын қабылдауға мүмкіндік береміз. Көптеген әйел заты, маған ақша керек, көп ақшам болғанын қалаймын дейді. Алайда осы тілектерді орындау үшін жұмыс жасап жатырмыз ба? Ақша мәселесіне қатысты сананы өзгерту өте қиын. Адамдар байлық туралы сенімдеріне селкеу түссе қатты ашуланады. Қаржыны өте қажет еткен қыз-келіншектер кедейлік наным сенімге ие. Сол сенімге басқалар қарсылық танытқанда ренжитіні де сондан. Мүмкіндігіңізді шектеп тастайтын наным сенімді кез келгеніңіз өзгерте аласыз. Бірақ қаншалықты көп өзгеріс талап етілсе, процестің соншалық ауыр өтетіні анық. Қорқынышымыз да, өзімізді қорғауға асығатынымыз да бар. Ақша туралы менің ойым деген тақырыпта өз сенімдеріңіздің тізімін жасаңыз. Бар түсінігіңізді, бала кезден ақша туралы естіген әңгімеңізді, жұмыс, жалақы, байлық, бәрін тізіп жазыңыз. Сіз ақшаны жек көресіз бе? Ол қолдың кірі ме? Сіз ақшаны бүктейсіз бе? $10 банкнотамен сөйлесіп көрдіңіз бе? Ақша келгенде ризашылығыңызды білдіресіз бе? Бар ақшаңызға қанағат етесіз бе, әлде жеткіліксіз деп көңіліңіз толмай ма? Ақшаға қатысты ойыңызды бір шолып шығыңыз. Нәтижесін көріп, таң қалуыңыз мүмкін. Өмірімде алғаш ақша таба бастағанымда күн көріс деңгейінен сәл көптеу болатын. Өзімді бұл үшін кінәлайтынмын. Көп қаржы болмағандықтан қажетсіз нәрселерге жұмсай салатынмын. Содан қайтадан ақшасыз қалатынмын. Жас кезімде артық ақшаның болуы қажетсіз дүние деп санап, тезірек одан арылу керек деген ой болатын. Ойымды өзгерту үшін бұл ақша табуға, рахатын көруге, жинақтауға болатын ұғу үшін ұзақ уақытымды жоғалттым. Әйел адам санасын өзгертпейінше, өмірінде ешқандай өзгерістің өзінен өзі бола қоймайтынын түсіну керек. Сондықтан біздің қазіргі бар табысымыз өзіміздің ой санамыз бойынша жеткілікті деп тапқан табыс көлемі. Санамызда орналасқан банкке ойша үлес, жағымды аффирмациялар қосуымыз керек. Сондықтан санамызда жеткілікті ақша жинақтасақ, ол шынайы ақша. Байлық кейпінде бізге қайта оралады. Өміріңізде жақсы жаңалықтың болғанына өзіңізді кінәлі санамаңыз. Оған сіз өз еңбегіңізбен қол жеткіздіңіз. Ол үшін ештеңе төлеудің қажеті жоқ. Сіз өз міндетіңізді атқардыңыз. Кірісіңіз ұлғайса, жұмысыңыз жақсарып келе жатса, ақша құйылып келіп жатса, оның бәрі санаңызда жеткен жетістігіңіз. Рахат табатын сәтіңіз келді. Сондықтан осы жерге ыңғайлы аффирмация мынау. Мен өзім қол жеткіздім. Мен осыған лайықпын. Қалаған нәрсемді ала аламын. Алайда өміріңізге алғыс айтуды ұмытпаңыз. Алдында айтқанымдай, әлем рахмет айтатын адамдарды ұнатады. Басқа қыз-келіншектердің бай еместігіне таң қалып уақытыңызды жоғалтпаңыз. Бәрімізде санамыздың еркіндеміз. Жаңа идеяларға дайын болған жағдайда ғана кез келген адам жаңа өзгерістерге дайын болады. Оны қабылдамау тек бізге ғана байланысты. Ойлаған ісіңізге әрқашан қол жеткізуге болады. Оны қабылдау не қабылдамау тағы да өз таңдауымызға келіп тіреледі. Оқушы дайын болса, мұғалім де табылады. Ерте де, кеш те емес, дәл уақытында табылады. Қыз-келіншектерге айлық табысының 10 немесе 20% өздеріне жұмсауларын ұсынамын. Бұл соманы кірісіңізден алып қалыңыз. Бұл қаржы күнделікті анау-мынау шығындарға жұмсалмауы керек. Бұл ақшаны жинақтай келе, үй немесе бизнеске арналған ірі саудаға жұмсаған дұрыс. Сонда сіз осы жинақтаған қаражатты одан әрі көбейткіңіз келіп тұрады. Аз ғана ақшамен бастасаңыз да, белгілі бір соманы жиып қоюды ұмытпауыңыз керек. Қаншалықты тез жиналатынына таңғалатын боласыз. Өзіңізге жақсылық жасау, өзіңізді жақсы көрудің бір көрінісі. Шіркеудегілер
Құдай жолына құрбандық дей отырып, шіркеудің атына садақа беруіңізді қалайды. Алайда сіз өзіңіз Құдайдың бір бөлігісіз. Дүниенің бір бөлігі сіз. Егер діни сенімдеріңіз бойынша садақа беруді құп көрсеңіз, оған ешкім қарсы емес. Алайда өзіңізге қайырымдылық жасауды ұмытпаңыз, және қанша мол ақша табатыныңызды күтіп отырып қалмаңыз. Кедейлік түсінікпен ешқашан қайырымдылық жасау үшін жеткілікті ақша таппайсыз. Дәл қазір өзіңізге сене отырып, кірісіңіздің бір бөлігін алып қойыңыз. Содан кейін қалған ақшаны шақтап жұмсай берсеңіз болады. Бұл жаттығу өміріңізге қаншалық жақсылық әкелетінін көріп, таң қаласыз. Өзіңізге қайырымдылық жасау қаржылай магнит жасаумен тең.